Біреу өтірік айтса, оның құлағында бала кезінен ересектердікіндей сыңғырлаған дыбыстар естіледі. Ол осы күшін әділ айыптаушы болу үшін пайдаланғысы келді. Бірақ сыныптасынан тапсырма алған соң, ол жігітінің шыншыл екенін анықтауға көмектесу үшін оған $51 ұсынды. Қыздың алдында жаңа дүние ашылды. Осы сәттен бастап оның өмірі нашарлай бастады. Ол сәнді көлікпен жүруге ғана емес, сонымен қатар жүргізуші ретінде әдемі оққағармен жүруге де мүмкіндік алды. Сол күні қызға ауқатты әйелден тапсырыс түскен. Одан күшіктің өзіне адал екенін анықтауды сұрады. Үй жануарының бұл сынақ екенін білмеу үшін қыз өзін бай әйелдің немере ағасы ретінде таныстырды. Бірінші, ол бірнеше қарапайым сұрақтар қойып, оның шындықты айтып тұрғанын білді. Сондықтан ол одан әпкесімен кездесіп жүрме деп сұрады. Бұл оның ақшасына байланысты болды ма? Бұл сұрақ кішкентай күшікті біраз ұятқа қалдырды. Содан кейін бай әйел түсіндірді. Оның айтуынша, әпкесі оны алдап кетеді деп қорыққан. Оны жыртып алғаннан кейін ит оның ақшасы үшін бай әйелмен кездесіп жүргенін айтты. Бірақ олар оны ұрып соққаннан кейін ол оған ғашық болғанын түсінді. Қыз бірден бұл шындық деп жауап берді. Мұны естіген бай әйелдің жүрегі еріп кете жаздады. Ол ер адамнан тойдың қашан болатынын сұрады. Осы кезде күтуші шарап құюға келді. Бай әйел күтушісін әлгі кісімен таныстырды. Ер адам өзін таныстырып жатқанда қыздың құлағы шырылдады. Оның айтуынша, бұл олардың бірінші рет кездесіп тұрған емес. Күтушінің шошып кеткені сонша, ол қолындағы шарап бөтелкесін сындырып алған. Ер адам алға ұмтылып, күтушіден жарақат алды ма деп сұрады. Қыз бала күтушінің абайсызда оның ішіне тиіп кеткенін көрді. Ол күтушіден жүкті ме деп сұрады. Ол жоқ деп жауап берді. Осы кезде Райчидің құлағынан тағы да шырылдаған дыбыс естілді. Күтушінің өтірік айтқаны көрініп тұрды. Содан кейін қыз ер адамнан бұл сенің балаң ба деп сұрады. Бірақ ер адам оған бос сөз айтпауды бұйырды. Ол мұны айтқан бойда Рейттің құлағынан тағы да шырылдады. Қыз бала күтуші мен ер адамның қарым-қатынасы туралы айтты. Бірақ ер адам күтушімен қарым-қатынасын мойындаудан бас тартты. Ол тіпті оны ұруға тырысты. Бақытымызға орай, көмекшісі оны дер кезінде тоқтатты. Содан кейін ол орнынан тұрып, бай әйелмен қоштасып, кетуге дайын болды. Қыздың аты Мруиши. Ол басқа адамдар үшін жалғандықты тану ісімен айналысады. Оның қазіргі мен жалғанды ажырата білу қабілеті оның құрсағында дүниеге келген. Анасы жүкті болған кезде ол күн сайын құдайлар бата сұрайтын жерге баратын. Мен бір күні кездейсоқ анасының дұғалары рухтарға әсер етеді деп ешқашан ойламаппын. Ол қазіргі мен жалғанды ажырата білу қабілетімен дүниеге келген. Анасы оның осы қабілетімен прокуратураға барғанын қалады. Бірақ ол орта мектепте оқып жүргенде сыныптастары оның нағыз жігіті бар жоғын анықтауға көмектесуін сұрағанда, ол оған $51 ұсынды. Сондықтан ол прокурор болу жоспарынан бас тартты. Оның орнына ол басқаларға шындықты білуге көмектесу ісімен айналысты. Ол қызмет көрсететін клиенттердің саны артқан сайын, оның клиенттері барған сайын талғампаз бола бастады. Клиенттерінің жеке өмірін қорғау үшін ол кофехананы мұқаба ретінде ашты. Құпиялылық оның клиенттері үшін ең маңызды факторға айналды. Ол біраз уақыттан бері байлыққа қол жеткізіп келеді. Ол сәнді вилла сатып алуға бір-ақ қадам қалды. Келесі күні оны сауда орталығының иелеріне арналған кешке шақырды. Кеш басталғаннан кейін көп ұзамай олар алыстан біреудің көмекке шақырғанын естіді. Ал кешке келушілер дыбысқа қарай жүгірді. Олар көмекке шақырған өз дүкенінің иесі екенін білді. Дүкенші бізге оның артынан бір бұзық адам келе жатқанын айтты. Ол оның жасырынған жерінде көрсетті. Қуғаннан кейін олар қара киімді адамды ұстады. Бірақ көпшілік оған сұрақ қойғанда, ер адам оның олар айтып отырған бұзық екенін жоққа шығарды. Біреу оның маскасын шешуге тырысты, бірақ ол оны тоқтатты. Ол оның жаман жігіт емес екенін айтты. Жиналғандар абдырап қалды. Өйткені олар оның шынайы мен жалғанды ажырата алатынын білмеді. Ер адам оның олар аң аулаған адам емес екенін айтқанда, оның олар аң аулаған адам емес екенін түсінді. Ол кісінің өтірік айтпайтынын түсінді. Сондықтан ол оны қорғауға дайын болды. Бірақ ер адам Рашидтің түрін көргенде, ол орнында қатып қалды. Ол онымен 5 жыл бұрын танысқан. Ол қазір мұндай әдемі болады деп күтпеген еді. Сол түні оны оятқыш қоңырау оятты. Өйткені бүгін түнде Ливерпуль, Манчестер Юнайтед футбол ойыны болды. Манчестер Юнайтедтің жанкүйері ретінде мен бірде-бір ойынды жіберіп алмадым. Бірақ оның айқайлаған дауысы көп ұзамай оның жаңа көршісін оятты. Духо балконға шығып, Рейттің үйінің қонақ бөлмесіне қараса, теледидардан футбол ойынын көріп, есіне түсті. Бүгін оның сүйікті командасы Ливерпуль ойнады. Бұл оның бірінші жұмыс күні болғандықтан ол әлі жиһаз сатып алған жоқ. Сондықтан үйге келгенде бірден ұялы телефонын суырып алды. Ол тікелей эфирді қосып, ойынды көре бастады. Көп ұзамай Дуо мен Ридің үйіне курьер келді. Ол олардың тапсырысын есік алдына қалдырды. Ол есік қоңырауын соғып, қайта кірді. Дуо бетперде киіп есікті абайлап ашты. Сыртта ешкім жоқ екеніне көз жеткізіп, пакетті алуға шықты. Бірақ ол еңкейіп бара жатқанда есіктің тарсылдағанын байқамады. Дәл сол кезде ол есікті ашу үшін құпия сөзді енгізбекші болды. Ол да алып кету үшін есікті ашты. Алдынан дуэтті көргенде бірден есіне бірдеңе түсті. Бұл сол күні әділетсіз айыпталған адам емес пе? Мүмкін, бұл оның жанында отырған адамдардың қобалжуынан болар. Дуо есікке кодты 2 рет енгізді, бірақ ол жұмыс істемеді. Өзін қожайын емес деп ойлап, есікті жауып, полиция шақырмақ болды. Бірақ Дуо есікті ашты. Ол үйге қайтып келгенде, ол алып кетуді ашты және бұл оның тапсырыс берген емес екенін түсінді. Ол дуэттің есігін қағып, онымен алмасты. Ол пакетті алған кезде, ол Дуодан оны жеп қойды ма деп сұрады. Оның бұзылмағанын білгенде, ол жеңілдеп қалды. Сосын олар өз бөлмелеріне қайтты. Олар тамақ ішіп, ойынды тамашалады. Бірақ олар әртүрлі командаларды қолдады. Сондықтан гол соғылған кезде олар бір уақытта қуанып, қайғырды. Келесі күні Духо кетуге дайын болды. Бірақ ол Ридің көмекшісі оның көлігін көргенде, оның оған қарай бет алғанын түсінбеді. Көліктің бағасы қымбат болғандықтан,
оның көмекшісі Дуа көлігімен суретке түскісі келді. Бірақ ол суретке түсіп жатқанда ұялы телефонын тастап кеткен. Ол Дуаның көлігіне соғылды. Ол мұның бәріне көмекшісін кінәлады. Бұл 200 миллион бірінші жылғы көлік. Ол көлікте кішкене ойық бар екенін түсінгенде, олар одан сайын үрейлене бастады. Дуа көзге көрінгісі келмеді, бірақ көліктің дабылы өшіп қалды. Сондықтан ол есікті ашып, дабылды өшірді. Мұны көрген ол кешірім сұрады. Ол одан шығынды қалай өтеуге болатынын сұрады. Бірақ ол бәрі жақсы екенін айтып, бұл туралы алаңдамауын өтінді. Осы кезде оның көмекшісі кешірім сұрай берді. Ол бәрі жақсы деп айтқан кезде, Дуаның өтірік айтпағанын түсінді. Сондықтан ол көмекшісімен бірге кетіп, көлікке қайта оралды. Рахи бәрі жақсы деген сөзге қатты әсер етті. Келесі күні ол оның лимузинінің кетіп бара жатқанын көрді. Ол оны борышкер қуып жатыр деп ойлап, көлікті пайдаланып, қарызын төледі. Бірақ ол одан бұл туралы сұрағанда, ол оған айтты. Ол көлікті тым көрнекті деп ойлап, оны басқа біреу ауыстырып жіберді. Рахи бұл себепті өте оғаш деп тапты. Ол әдейі бетіндегі тосын сыйды бейнеледі. Ол Духо өтірік айтып жатыр деп ойлады. Өйткені ол әшкереленуден қорқады. Бірақ ол өтірік айтып тұрғаны туралы ешқандай түсінік алған жоқ. Келесі күні ол өтірік детекторына тексерілді. Ол Ким Дуо есімді жазушымен кездесетінін айтты. Өйткені Ким Дуо ешқашан өз бетін жұртшылыққа көрсетпеген. Сондықтан оның қандай екенін ешкім білмейтін. Ол одан автордың шынайылығын тексеруге көмектесуін өтінді. Келесі күні ол кездесу орнына Пак мырзаның соңынан ерді. Ол оған бөлек бөлменің жасырын бөліміне тығылып, белгі беруін айтты. Көп ұзамай Ким До кездесу орнына келді. Бірақ ол күннен қорғайтын көзілдірік киді. Ол бетін толық көрсетпеді. Ол отырғанда Парк мырза оның нағыз Ким До екенін сұрады. Риодан растау алғаннан кейін ол айтты. Парк мырза Дуомен әңгіме бастады. Рио оған көмектесу үшін сонда болғанына қарамастан, Парк мырза Дуоның мүмкіндігінше шындықты айтқанын қалады. Сондықтан оған сусын беруге тура келді. Өйткені шындық мас болған кезде шығады. Парк мырза Дуодан онымен кездесуді өтінгені белгілі болды. Ол жаңа ғана марапатқа ие болған әннің шынымен де оның бір әнінің көшірмесі екеніне көз жеткізгісі келді. Бірақ дуэт оның әні туралы ешқашан естімеген. Ол оны көшіргенін де білмеді. Бірақ Дуо одан көшірдің бе деп сұрады. Парк мырза өтірік айта бастағанда, құпия бөлімде жасырынып жүрген Ри күлді. Өйткені Парк мырза өтірік айтып жатыр. Ақыры Дуо бүгінгі кездесуден кейін кетпекші болғанда, Парк мырза әдейі бір бөтелке коксты шайқады. Содан кейін ол Дуодан кетер алдында бір жұтым ішуді өтінгенде кейіп танытты. Бірақ шын мәнінде ол Дуоның көзілдірігін шешіп, бетін суретке түсіргенін қалады. Дуо не істегісі келетінін түсінгенде, ол жай ғана орнынан тұрып күлді. Мистер Парк одан ештеңе шықпағанын көрді. Мистер Парк одан ештеңе шықпағанын көріп, оны Рахиге апарды. Оның жауабы: Дуо шындықты айтты. Рахи оған ақылды болуға кеңес берді. Әйтпесе, ол барлығына плагиат аймағы туралы айтып береді. Ол пәтеріне қайтып келгенде, бетперде киген адамды көремін деп ойламаған. Ол қасында бетперде киген адамның отырғанын көрді. Ол кенеттен көршісінің бетперде жиі киетінін есіне алды. Сондықтан ол оған жақындап, неге мұнда кеш отырасың, үйге бармайсың деп сұрады. Бірақ көршісі есепшотты алып, оған берді. Ол оны үйіне апаруын өтінді. Ол есепшотты алып, қалтасына қайта салды. Бірақ ол көршісінің көйлегін көтергенде, оның жағасы оған қандайда бір сусын шашып жібергендей болды. Ол Пак мырзаның Ким Дуоға кокаин шашқан сәтін бірден есіне алды. Оның қызығушылығы оны көршісінің маскасын шешуге мәжбүр етті. Мен бұл кісінің мұндай әдемі болып шығады деп күтпеген едім. Дуо Хоның түрін көріп, ол масканы оған қайтаруға шешім қабылдады. Бірақ Дохо кенеттен көзін ашты. Мұны түсінген ол маскасын шешіп алды. Дуохо асығыс маскасын қайта киді. Сосын орнынан тұрып, үндеместен пәтерден шығып кетті. Ол үйге келгенде ұялы телефонын алып, ол туралы ақпарат іздей бастады. Содан кейін ол Дуохоның үйінен ағып кеткен ақпарат туралы хабарды тапты. Ол оның неге кенеттен оның маңайында тұруға көшкенін түсінді. Содан кейін ол оның суреттерін іздей бастады. Ол олардың ешқайсысында оның шынайы бет бейнесі көрінбейтінін анықтады. Осы уақытқа дейін дуэт қонақ үйге көшіп үлгерді. Бірақ қонақ үйде адамдар көп болды. Сонымен қатар журналистер қонақ үйге сұхбат алу үшін жиі келеді. Әшкереленуден қорыққан Дуо өз пәтеріне оралуды ұйғарды. Бірақ ол үйге таксимен жетемін деп ойлаған жоқ. Ол пәтерден жаңа шыққан Рихиге тап болды. Бірнеше қарапайым сәлемдесулерден кейін ол оған Дуохоның жеке басы туралы айтып берді. Ол өткен күні істеген ісі үшін кешірім сұрады. Дуо кенеттен оның жүзін көргенде есіңде бірдеңе бар ма деп сұрады. Бұл 5 жыл бұрын болған екен. Дуохо Ису ол 5 жыл бұрын автобуста кездескен. Өкінішке орай, ол бұл туралы ұмытып кетті. Ол мұны есіне түсірмекші болды. Бірақ күтпеген жерден пайда болған адам оның сөзін бөлді. Ол ұялы телефонын тастап, қоңырау шалу үшін қарызға алғысы келді. Ол оның өтірік айтпайтынын білді. Сондықтан ол оған ұялы телефонын қарызға берді. Бірақ Дуо оған бұл күндері алаяқтардың көп екенін еске салды. Мен түсінбегенім, ол қоңырау шалғаннан кейін ұялы телефонын алу үшін жол жүру ақысын сұраған. Рихи оның өтірік айтпайтынын түсінді. Сондықтан ол оған ақша беру үшін әмиянын суырып алды. Бірақ содан кейін ол әмиянында қолма-қол ақшасы жоқ екенін түсінді. Сондықтан ол Духодан қасында ақшасы бар жоғын сұрады. Ақшаны алған адам үйге келгенде алғыс айтпай ақ кетіп қалды және оған неге сонша көмектескенін түсіне алмады. Басқа концертте жұлдыз Хавон өнер көрсету кезінде апаттан зардап шекті. Бұл хабарды естіген Дуохо бірден Хайенға телефон соқты. Хавон Дуохо ауруханаға қонаққа келеді деп ойлады. Бірақ ол оның телефон арқылы бірнеше сөз айтуын күтпеді. Оның менеджері Док Чан Хавонға оған деген сүйіспеншілігін мойындай алатынын айтты. Келесі күні Док Чан компанияға оралды. Ол компанияның ақшасын жымқырған қарамағындағыларға дәріс оқыды. Ол қарамағындағылардың көлігінің кілтін ұрлап кеткенін білмеді. Содан кейін ол көлігінің навигациялық жазбаларын ашты. Ол Духоның жаңа мекен-жайы туралы ақпаратты білді. Екінші жағынан, ол таңертең жұмысқа шығып, Духомен сыртқа шығып бара жатқанда кездесті деп болжауға болады. Ол лифтке кіргенде, ол купюраны алып,
оны дуэтке берді. Дуо бұл адамға сенбей, ақшасын қайтарып берді. Сол кезде оны өтірік детекторына шақырды. Ол көп ұзамай жұмыс берушісімен кездесті. Ол бірнеше сұрақ қойғанда, жауаптардың бәрі өтірік екенін түсінбеді. Рахи жұмыс берушіге алдын ала шағын жазу машинкасын сыйға тартты. Егер басқа адам өтірік айтса, ол жұмыс берушіге ескерту үшін вибраторды 2 рет түртеді. Барлық жауаптар жалған болып шыққаннан кейін, жұмыс беруші кенеттен жігітінен оған үйленгісі келетінін сұрады. Бірақ ол жігітінен оған оң жауап береді деп күтпеген. Оның орнына ол оқиға орнынан қашып кетуге сылтау тапты. Ол кеткеннен кейін жұмыс беруші ақшаны алып, оған берді. Ол одан неге бір рет өтірік айта алмайтынын сұрады. Ол оған мұндай неке ешқашан бақытты болмайтынын айтты. Ол бұрылып кетіп қалды. Ол жұмыс берушінің жігіті мен оның достарының оған қайта оралғанын көрді. Ол тіпті оған бетпе-бет ұсыныс жасады. Сонда ол түсінді. Ол жігітінің өтірігі ол үшін жай ғана романтикалық тосынсый екенін түсінді. Екеуінің арасындағы қуанышты көріністі көрген Рей жұмыс берушіге барып, оған берген ақшасын қайтарып берді. Ол оқиға орнынан кеткеннен кейін жігітін ойламай тұра алмады. Бұл ойлар оны мұңайтып жіберді. Оның өтірікті тани білгеніне кінәсі бар. Әйтпесе ол жігітімен ажыраспас еді. Содан кейін ол зергуді басу үшін барға барды. Ол жұмыс берушісі оның өтірігін анықтауға көмектескен адаммен кездесті. Және ол оны таныды. Ол оның қолынан ұстады. Ол жоғалтқанының орнын толтырғысы келді. Бақытымызға орай, Дуохо уақытында келді. Сондықтан бұл адам оны қорлаған жоқ. Осыдан кейін Дуохо оны үйіне алып кетті. Көлікпен. Ол одан бұл туралы сұрады. Ол одан сұрады. Егер оның алдында бетін жасырудың қажеті болмаса, ештеңе жоқ. Содан кейін ол мәселені шешуге тырысқанда асығыс екенін түсінді. Ол маска киюді ұмытып кетті. Сондықтан ол масканы көлігінен алып киіп алды. Содан кейін ол Дуоходы мейрамханаға апарды. Ол мас болған сайын үйге барар алдында осында келіп, бір тостаған сорпа жейтін. Дуохо оны көлікте күтетінін айтты. Бірақ ол одан отырып, онымен бірге болуын өтінді. Бірақ ол отырғанда үй иесі қансыз 2 тостаған сорпа келді. Ол Дуваның көпшілік алдында маскасын шешкісі келмейтінін білді. Сондықтан ол дүкендегі басқа тұтынушыларға арқасын тіреп тұрғанда, оның бетін ешкім көрмеу үшін оны өзіне қарай тартты. Мичиказу сорпаның дәмін татып көргенде шошып кетті. Ол әлемде мұндай дәмді сорпа бар екенін білмеді. Сондықтан екеуі қатар отырды. Олар кешкі уақытта сорпа мен кимчиді қуана-қуана жеп қойды. Олар тамақтанып болған соң Дохо Рейхиді пәтеріне алып кетті. Көліктен түсер алдында ол Дохоға, адамдар басқаларға олар ойлағаннан артық мән бермейді, деді. Өйткені әркім өзін өзі қамтамасыз етумен айналысады. Бұл дегеніміз, ол маскасын шешсе де, қарапайым адамдар оның кім екеніне мән бермейді. Осылай деп, ол көліктен бірінші түсіп кетіп қалды. Бірақ ол бірінші қабатқа түсе салысымен, камералары бар 2 адам пошта жәшігіне қарап тұрды. Ол кімді іздеп жүргендерін сұрағанда, олардың Духоны іздеп жүргендерін түсінбеді. Олар әңгімені аяқтай салысымен, Рейхи Духоның маскасын шешіп, шетке кеткенін түсінді. Олардың Духоның кім екенін білуіне жол бермеу үшін Рей оған қарай жүгірді. Сосын ол секіріп, бетін қолымен жауып алды. Содан кейін ол Мичиваны ашып, оған бетперде кигізді. Сосын ол секіріп, бетін жабу үшін басын төмен түсірді. Содан кейін ол 2 тілшіден тез жалтарып, пәтеріне оралды. Олар лифтпен үйінің алдыңғы есігіне көтерілгенде, ол оны қалай анықтау керектігін түсіндірді. Бірақ ол біреудің баспалдақпен көтеріліп бара жатқанын естиді деп күтпеген. Ол біреудің баспалдақпен көтеріліп бара жатқанын естіді. Дуо есікті ашып, үйге кіруге дайын болды. Тым қобалжығандықтан ол құпия сөзін ұмытып, асығыс түрде оның бөлмесінің есігін ашып, Духоны ішке итеріп жіберді. Олар үйге кіргеннен кейін ол кіруді басқару жүйесін іске қосты. Сыртта 2 журналист еңкейіп отырды. Оның Духоға олар кеткенше, оның үйінде біраз уақыт тұруына рұқсат беруден басқа амалы қалмады. Бірақ үйде еркек пен әйелмен жалғыз қалу аздап ыңғайсыз. Сондықтан ол атмосфераны сейілту үшін дуэттің атын сұрады. Бірақ оның есімі Ким Сон Джо екенін айтты. Ол оның өтірік айтпайтынын білді. Ол Дуомен кездескеннен бері ол ешқашан ешкімге өтірік айтпаған сияқты. Ол Дуоға әрқашан адал болды ма деп сұрайды. Бірақ Дуоға өтірік айтпайтын ешкім жоқ деп жауап берді. Біраз уақыттан кейін ол тексеру үшін есікті ашты. Ол 2 тілшінің де жоғалып кеткенін түсінді. Бірақ ол есіктің сыртында бұрынғы жігітін көрді. Бұрынғы жігіт те есік алдындағы аяқ киімді байқады. Ол оны үйленген және оның отбасы бар деп ойлады. Бірақ ол одан сұрағанда олай емес болып шықты. Ол онымен ұзақ сөйлескісі келді. Әріптесі оған рация арқылы қоңырау шалып, бірінші күні кетуге мәжбүр болды. Келесі күні ол кафесінің алдында дуэтпен кездесті. Ол сөйлесу үшін қасына жүгірді. Өйткені ол өтірік детекторында ақау бар жоғын білмеген шығар. Сондықтан ол дуэтті кешкі асқа шақырып, онымен сөйлесуді ұйғарды. Бірақ Дуо ешқашан сыртта тамақ ішпейтінін айтып бас тартты. Менің ойымша, ол журналистердің көзіне түсуден қорқатынын түсінді. Сондықтан ол аз адам тұратын мейрамхана табуды шешті. Содан кейін ол оны өзімен бірге кешкі асқа шақырды. Ол ұялы телефонын алып, оны дуэтке берді. Ол одан телефон нөмірін беруін өтінді. Түнде ол дүкенді жаппақ болғанда, оның алдында кенеттен бұрынғы жігіті пайда болады деп күтпеген. Ол оған дүкеннің есігінен заттарды шығаруға көмектесті. Екеуі біраз әңгімелесті. Содан кейін ол оның осында көшіп келгенін естігенін айтты. Сондықтан ол осында келу үшін ауысуға өтініш берді. Ол оған жігіті бар екенін айтты. Бірақ ол бұл сөзді айтқаннан кейін бірден дуэт шығады деп күткен жоқ. Дуо өзін қалқан ретінде пайдаланғысы келетінін түсінді. Сондықтан ол оның қасына барып, оның қолынан ұстады. Мұны көрген бұрынғы жігіті қоштасып кетіп қалды. Сол күні, менің ойымша, ол дуэтті мейрамханаға шақырды. Ол одан өтірік айтуын өтінді. Дуо оның әдемі екенін айтты. Ол өтірік деп ойлағанының шындыққа айналуы мүмкін екенін түсінбеді. Ыңғайсыз атмосфера екеуін де ыңғайсыз жағдайға қалдырды. Біраз уақыттан кейін ол бастама көтеріп, Дуохоға тағы да сұрақ қойды. Ол оны өтірік айтамын деп ойлады. Бірақ сол кезде Дуоның телефоны шырылдады. Ол трубканы қойып, асығыс кетіп қалды. Қоңырау шалушы Дуохо бірге жұмыс істеген жұлдызды әнші Хвон екені белгілі болды. Хван менеджерінен енді оған музыка жасамайтынын білді.
Ол онымен қоштасуға телефон соқты. Ол мейрамханадан шығып бара жатқанда менеджеріне телефон соқты. Ол Нацуваның қайда екенін сұраған соң, кенеттен Дуваның құлағына біреудің даусы естілді. Рио, ол мейрамханадан шығып көшеге шықты. Дуваның жерде отырғанын және ауырып жатқанын көргенде, ол бірден оның қасына барып, оның жағдайы жақсы ма деп сұрады. Бірақ ол оған мән бермеді. Ол ханды құтқаруға асықты. Мұны көрген ол алға ұмтылып, көліктің есігін ашты. Ол дуэтке жолаушылар орындығына отыруды бұйырды, ал ол рөлге өзі отырды. Хау оның үйіне бара жатқанда, Дуо Рихиден оның құпиясын сақтауын өтінді. Содан кейін ол композитор ретінде өзінің жеке басын ашты. Көп ұзамай Дуо жағажайда фигураны көрді. Ол Хавонды теңізге қарай келе жатқанын көргенде бірден таныды. Дуо бұрынғы сүйіктісін есіне алды. Ол бірден ырға көлікті тоқтатуды бұйырды. Содан кейін ол Хавонды тоқтату үшін алға ұмтылды. Жағажайда аяқ киімді көргенде, оның санасында бір бейне пайда болды. Ол аяқ киімді жерден көтеріп, Джавонды көлікке апарды. Содан кейін ол агентіне қоңырау шалып, келіп, Шавонды алып кетті. Осы кезде Хавон артына бұрылып қараса, көлікте бір әйел отыр екен. Ол өзін Дуохоның көршісі ретінде таныстырды. Хавон қызық болып, әйелдің кім екенін сұрады. Бірақ Дуохо жай ғана Руихайға қарап, ештеңе айтпады. Сонда Хавон, сен мені дәл қазір тоқтатпауың керек еді, деді. Алайда ол Хавонның Дуохо айқайлап жатқанын естігенін айтты. Хавон көліктен түсуге мәжбүр болды. Осыдан кейін ол Дуохомен бірге қайтып кетті. Дуохо қатты қобалжығаны сонша, ол физикалық және психикалық тұрғыдан шаршады. Раши көлігін үйге қарай айдап бара жатқанда, ол ешқашан ояна алмады. Ол бұрынғы сүйіктісінің қайтыс болғанын армандады. Оған бұрынғы сүйіктісін өлтіргені туралы ескертілді. Дуо оны өлтірмегенін айтқан кезде, Рихи ол кісі өлтіру туралы ештеңе айтпайды деп ойлады, және ол мұның өтірік екенін түсінді. Рихи оның өтірік детекторы істен шыққан деп ойлады. Өйткені ол Духоның өтірік айтқанын ешқашан естімеген. Олар үйге лифтпен келе жатқанда, Рихи Духоның қызуы көтерілгенін байқады. Сондықтан ол қызуды түсіретін дәрілерді алу үшін үйіне кетті. Ол Духоның үйінің есігіне қоңырау шалғанда, есіктің жабылмағанын байқады. Ол үнсіз ішке кірді. Ол Дудың жатын бөлмесінде төсекте жатқанын көрді. Ол не бар екенін көруге кетті. Ол ұйықтау үшін ұйықтататын дәрі ішкен сияқты. Мен оған еденнен төсекке көтерілуге көмектесуім керек болды. Содан кейін ол оның маңдайына қолын тигізді. Ол дене қызуының көтерілмегенін түсінді. Ол оны салқындату үшін дымқыл сүлгіні пайдаланды. Ол енді кетейін деп жатқанда, оның қолынан ұстап алды. Ол оны өзіне қарай тартты. Ол оның бір қолын басының астына қойды. Ол алдында ұйықтап жатқан рухқа қарап тұрды. Оны оятуға шыдамады. Сондықтан ол онымен тағы 10 минут бірге болуды шешті. Бірақ ол келесі таңға дейін онымен бірге болды. Мұны білген соң, оған тіпті алғыс айтпады. Оның орнына ол оған енді ол үшін алаңдамау керектігін айтты. Оның ашуланғаны сонша, ол кетіп қалды. Бірақ ол кеткеннен кейін Дуо жатын бөлмесінен қызуды түсіретін дәрі тауып алды. Ал сүлгі еденде жатыр екен. Бұл Дуоға өкініш сезімін тудырды. Түнде ол әдетте фортепианода ойнайтын барға барды. Бірақ оның саусақтары кенет сал болып, сол түні өнерін бұзды. Осыдан кейін иесі оны кінәламады. Оның орнына ол келесі бірнеше күнде демалуға кеңес берді. Мичиказу бастығынан барды, бірнеше күн тұруына рұқсат беруін өтінді. Келесі күні ол дәрігерге барды. Ол саусақтарының кенет салдануының себебін білгісі келді. Дәрігер оған бұл психологиялық бұзылыс екенін айтты. Ол ауырған кезде біреумен сөйлесуге кеңес берді. Сол кезде ол балконға шығып, Дуоның шамды қосқанын көрді. Ол Дуоның одан қашып жүргенін білмеді. Бірақ келесі күні ол өзін Ким Дуо деп атайтын адамды көрді. Ол өзін Ким Дуоның композиторы деп мәлімдеген бетперде киген адамды көрді. Ол саябақтағы композиторды басқа адамдардың музыкасын плагиат жасады деп айыптады. Бірақ ол жұмақты бірден таныды. Видеодағы адам Ким Дуоның өзі емес еді, жұмақ. Ол асығыс қара костюмін ауыстырып, үйден шығып кетті. Ол Дуоны іздеп барға барды. Бірақ ол барға жақындағанда, ол бұрын Дуо ойнаған фортепианода бүгін басқа біреу ойнап жатқанын түсінді. Ол бардан шығып, үйіне қайтпақ болған кезде, бардың иесі одан отыруын өтінді. Ол иесінен неге бүгін Дуо жоқ екенін сұрайды. Иесі оған Дуо жақын арада келмейтінін айтты. Ол оған соңғы келушілер бардан шыққаннан кейін осында біраз уақыт күтуін айтты. Бірақ ол оны көрмеді. Сондықтан ол бардан кетуге дайын болды. Бірақ содан кейін кенеттен Дуо пайда болды. Ол ұялы телефонын алып, оған жақындады. Ол біреудің атына түсіріп, интернетке жариялаған видеосын қарап шықты. Ол оған бұл оқиғаның интернетте үлкен резонанс тудырғанын айтты. Тіпті оның агенттігінің өкілі де бұл іспен әлек. Өйткені кеше түнде оның агенттігінің өкілі Риохиді көруге келген. Ол одан Дуоны табуға көмектесуін өтінді. Ол оған жете алмады. Себебі оның ұялы телефоны өшірілген. Бірақ Рихи көрсеткен бейнені көргеннен кейін Дуо оған компанияның бұл мәселемен айналысатынын айтты. Ол оны қорқақ деп санайды және шындықпен бет келгісі келмейді. Ақырында ол Дуоға компания өкіліне хабарласуды ескертті. Өйткені оның өкілі ол үшін қатты алаңдайды. Осыдан кейін ол бұрылып кетіп қалды. Ол кеткеннен кейін Дуо оның айтқанына таңғалды. Оның айтқандары оған аздап әсер етті. Сондықтан келесі күні Дуо өзін кейіптейтін адамды іздеуге шықты. Бұл адам алдымен одан кешірім сұрады. Оның кейпіне енуден басқа амалы қалмады. Әйтпесе, оның плагиатын жұртшылық байқамай қалар еді. Келесі күні Мичиказу компанияға еліктегішті алып келді. Ол әріптестеріне плагиат, агент Парк кенеттен пайда болады деп ойламағанын түсіндірді. Ол Ким Дуоның кім екеніне көпшілік алдында күмән келтірді. Өзін дәлелдеу үшін Дуо маскасын шешпекші болды. Бірақ компания өкілі Док Чон оны тоқтату үшін алға шықты. Ол оны кеңсесіне апарды. Док Чан оған аман есен болуына айтты. Қалғанының бәрін өзі шешеді. Осы кезде кеңсеге Хавун келді. Мұны көрген Дуо Хадео Чаннан бірінші күні кетуін өтінді. Ол Хавунмен оңаша сөйлескісі келді. Де Чан кеткеннен кейін Дуо Хавунға сен маған ұнамайтыныңды айтты. Біз аға әпке сияқты жақсы тіл табыса аламыз. Осыдан кейін Ким Дуо кейпіне енген адам видеоны қайта жариялады. Ол жұртшылыққа шындықты түсіндірді. Екінші жағынан, менің ойымша, ол Дуодан хабарлама алды.
онда ол оны бүгін кешке шоуды көру үшін барға шақырды. Ол кешке барға уәде етілгендей келді. Ол дуэт орындаған керемет музыканы тыңдады. Содан кейін ол оның барға қарай келе жатқанын көрді. Ол кенеттен ойнауды тоқтатты. Ол барлығының көзінше маскасын шешіп алды. Осыдан кейін дуэт Рихиді мейрамханаға апарды. Ол оған өткен күні айтқан сөздері үшін алғыс айтқысы келді. Өйткені оны жүрегін жіберуге мәжбүрлеген ол үйрететін Рио болды. Бірақ екеуі бірге тамақтана бастағаннан кейін дуо қасында отырған адамның оған қарап тұрғанын сезді. Ақырында ол кенеттен маскасын шешіп көрермендерге көрсетті. Ол өзін жайсыз сезінді. Сондықтан ол дуэтті қуырылған күріш торттары ұсынылатын мейрамханаға апарды. Екеуі тамақ ішіп, шарап ішті. Біраз уақыттан кейін ол үстелге құлап түсті. Дуо оған көмектесуге барды және оның киімінің ыстық соусқа малынғанын көрді. Ол майлықты алып, оны сүртуге тырысты. Бірақ ол боялған жердің сәл сезімтал екенін байқады. Оның тоқтаудан басқа амалы қалмады. Ақырында Духо оны үйіне апару үшін арқасынан итеріп жіберді. Үйге қайтып бара жатқанда, ол жолда көптеген қонақ үй белгілерін көрді. Ол оны біреуіне апарып жатыр деп ойлады. Бірақ ол оны жай ғана есікке апарды. Оны төсегіне жатқызып, көйлегінің артқы жағында сәл жабысқақ екенін сезді. Сондықтан оны тексеру үшін шешіп алды. Бірақ ол көйлегін киген бойда кенет оның алдынан шықты. Ол оның бетінен ұрды. Содан кейін ол төсекке қайта оралып, ұйықтап қалды. Денсаулығына байланысты ол бүгін дүкенде жұмыс істемеді. Бірақ ол кешкі сағат 12-де есік қағылғанын естиді деп күтпеген. Ол асығыс макияж сөмкесін алып кетті. Сосын ол алдыңғы есікке барып, оны ашты. Дау оған сорпа мен басқа да сусындар әкелуге келген болып шықты. Кеше оны дұрыс түсінбедім деп ойлаған Рихи ұялып, Дау оны ұрған жерде бәрі жақсы ма деп сұрады. Бірақ Дау мұның бос сөз екенін айтты. Ол жай ғана күріш тортының соусымен боялған көйлегін қалай тазалау керектігін сұрады. Ол одан көйлегін өзіне беруін өтінді. Жуынғаннан кейін ол Дуоханың көйлегін сипады. Содан кейін ол ертең кешке Корея мен Уругвай арасындағы жолдастық кездесу болатынын түсінді. Ол бұл дуэттің көрші үйде жанкүйер болғанын есіне алды. Сондықтан ол дуэтке футболка жіберді. Ол оны ертең кешке ойынды көруге шақырғысы келді. Ол ештеңе айта алмай тұрып, Дуо бастаманы өз қолына алды. Ол үйге келгенде, ол қатты толқып, ойынды тамашалау үшін құрал жабдықтар іздей бастады. Ойынды тамашалау үшін бірнеше құрал жабдықтар жиынтығын таңдағаннан кейін ол өзіне ұнайтын біреуін таба алмады. Сондықтан ол күнделікті киіміне қайта оралды. Бірақ бұл қол шапалақтауға жарамайды. Екінші жағынан, Дуа өзінің футбол киіміне де алаңдайды. Бірақ біраз уақыттан кейін ол жейдесін киюді қойды. Оның орнына ол қызғылт костюммен төменге түсті. Ол оған қараған кезде, оның алдында тұрған бұл дуэттің де футбол формасын кимегенін түсінді. Ол әдемі костюм киген. Дуэт артқа бұрылып, Рихиді көргенде, ол одан футболға жарасымды ма деп сұрады. Ол бұл костюмді бүгін клиентпен кездесуге кигенін айтты. Ол киімін ауыстырмады. Өйткені ол өте асығыс болды. Содан кейін олар ойынды тамашалау үшін үлкен экранды бар тапты. Олар бірге сыра ішіп, ойынды тамашалады. Бұл тамаша өмір болды. Келесі күні ол клиентке өтірік детекторын сынау үшін теннис кортына барды. Ол клиент одан өтірік детекторын тексеруді сұраған адам әрқашан адамдарды алдаумен айналысатынын түсінбеді. Рихи бүгін судья қызметін атқарды. Ойыншылар ойнап болғаннан кейін бірінші клиент Рихидің өтірік детекторында сынақтан өткенін растады. Содан кейін ол анасы туралы сұрады. Марқұм күйеуінің қайтыс болғанының мерейтойы қашан болады? Оның айтуынша, егер ол әкесіне үйленетін күні бұрынғы күйеуінің қайтыс болған күнімен тұспа-тұс келеді деп алаңдаса, бұл сәттілік болмас еді. Бірақ ол әкесінің туған күні оның қайтыс болғанының бір жылдығына сәйкес келетінін айтты. Оның ашуланғаны сонша, ол бірден кетіп қалды. Содан кейін анасы шығып, оған бұл туралы айтты. Ол оған бүгінгі жоспарларын бұзбауды бұйырды. Ол бұл соңғы рет болғанын айтты. Ол енді өтірік айтқысы келмейді. Рихи бұл жолы анасы өтірік айтпады деп айтуы мүмкін. Бірақ содан кейін клиент бұл туралы анасынан сұрауға келді. Ол әкесін шынымен жақсы көрді ме? Ол иә деп жауап берді. Бірақ анасының тағы да өтірік айтып жатқанын түсінді. Ол клиентке анасының өтірігін мойындады. Ол клиентке анасының шынайы жүзін көрсетіп, әкесінің махаббатына алданып қалуының алдын алды. Алайда осыдан кейін ол дүкеніне қайта оралды. Анасы босағаға келгенше аз ғана уақыт өтті. Ол дүкенге кіріп, бәрін сындырды. Ол одан неліктен бизнесін бұзып жатқанын сұрады. Ол тіпті еденнен бірдеңе алып, қызын ұрып соғатын болды. Бірақ сол кезде кенеттен Мичиказу пайда болды. Осы кезде анасы Мичиказуға оның бақсы екенін айтты. Рейч оның игі ісін бұзды деп ойлап, онымен қарым-қатынасын үзеді. Осыны айтып, ол оның жанынан өтіп кетіп қалды. Анасы кеткен соң дүкеннен шығып кетті. Дуа қолшатырмен оның артынан қуды. Ол оған әңгімені тыңдағысы келмейтінін айтты. Ол жаңбырдан ылғалданып қалудан қорықты. Сондықтан оған қолшатыр беруге келді. Бірақ ол оны лақтырып жіберді. Ол олардың онымен болашағы болмайтынын айтты. Оның осы керемет қабілетінің арқасында оның отбасымен қарым-қатынасы нашар болды. Және ол ұлдармен қалыпты қарым-қатынаста бола алмайды. Дуа қызығушылық танытып, Рихиден оның күші неде екенін сұрады. Ол оған өтірікті тани алатынын айтты. Ол үйге келгенде Рихи үнемі өкінетін. Ол бұл құпияны хоға дейін ашпауы керек еді. Келесі күні ол дүкенге тазалауға барды. Бірақ ол Дуоның дүкенге ертерек келеді деп күтпеген. Ол тіпті оған тазалауға көмектесуді ұсынды. Егер ол оның құпиясын білсе, одан аулақ жүремін деп ойлады. Бірақ ол оған мән бермейтінін түсінбеді. Дүкенді тазалауға көмектескені үшін алғыс айту үшін оны мейрамханаға кешкі асқа шақырды. Олар үстелге отырғанда оның бұрынғы жігіті бар екенін білді. Олар бұрынғыдай жігіт пен қыз болып көрінуге мәжбүр болды. Бірақ Дува тағамға тапсырыс бергенде, ол олардың жігіт болып көрінгендерін түсінді. Өйткені ол нағыз жігіт сияқты баклажанды ұнатпайды. Түнде ол үйде жалғыз қалып, күндіз не болғанын ойлады. Ол кездейсоқ сырасын төгіп, көрпесін былғап алған. Сөйтіп, түн ортасында көрпесін құрғақ тазалауға апарды. Бірақ ол жүріп бара жатқанда баспалдақтан сүрініп кетті. Бірақ Духо оны қолына алды. Ол қатты қуанды. Ол түнде Духомен кездеседі деп күтпеген. Ол оны химиялық тазалауға апарды. Олар күтіп тұрғанда, олар сөйлесе бастады. Әңгіменің тақырыбы Арачидің өтірікті тану қабілеті туралы болды. Ол Духоға оның бір рет өтірік айтқанын білгенін айтты. Рахи Духоға өзінің өтірігі туралы айтқалы жатқанда,
оны сыртта пайда болған танысы үзіп тастады. Келесі күні кешке Рихи Духоны көрші саудагерлердің кешіне апарды. Кештен кейін екеуі бірге үйлеріне қайтатын. Духо кеше айтпаған сөздерін есіне алды. Сондықтан ол одан қандай өтірік естігенін сұрады. Ол мен оны өлтірмегенімді айтты. Менің ойымша, бұл Хаваның кесірінен қорқынышты түс көрдім. Ол үйге келгенде қонақ бөлмесінің сыртындағы балконға шықты. Мен оның жаңа ғана айтқанын ойлап отырмын. Ол екі ойлы болды. Мен оған өткенде болған оқиғаны айтуым керек пе деп ойладым. Келесі күні түсте Дуоның пәтерінің жанында Хаван пайда болды. Ол Дуомен кездесе алатынын білгісі келді. Бірақ жолда оны бір жанкүйер таныды. Бақытымызға орай, кенеттен Рио Хэ дүкенінің қызметкерлері пайда болды. Олар дұрыс емес адамды таныдық деп өтірік айтып, көпшілікті таратып жіберді. Содан кейін олар Хавунды Риханың дүкеніне қайтарды. Бірақ Хавун оны бірден таныды. Бұл бірнеше күн бұрын Духомен бірге оны іздеп барған көршісі. Ол қызметкерлерге дүкенді ертерек жабуды бұйырды. Ол жерде Хавун екеуі ғана қалған кезде Хавун одан Дуоходан аулақ болуын өтінді. Ол тіпті оған өтемақы ретінде көп ақша бере алатынын айтты. Бірақ ол Хавунның көндіруіне көнбеді. Ол тіпті Хавунның кетуін өтінді. Содан кейін Хон Дуохоның біреуді өлтіргені туралы құпияны ашты. Біраз уақыттан кейін Хавун кетіп қалды. Дуохо Риханың дүкеніне келді. Ол бұл туралы түні бойы ойланып, оған шындықты айтуды шешті. Хавун оған бірінші күні осылай деді. Бірақ Дуо ешкімді өлтірмегенін айтты. Бірақ Ри оның өтірік айтып тұрғанын түсінді. Дуохо Рихиге тағы бірдеңе түсіндірмекші болғанда, кенеттен оның компаниясының менеджері пайда болды. Ол шұғыл түрде Дуоходан өзімен бірге келуін сұрау керектігін айтты. Ри ол оған жұмысқа қайта оралуын және онымен кейінірек сөйлесуін айтты. Дуо кеткеннен кейін ол орындықта ұзақ отырды. Өйткені ол Дуоның оған өтірік айта алатынына сенбеді. Оның қолынан келгені, оның дұрыс естімегеніне өзін сендіру болды. Келесі күні кешке Дуо Риханың дүкеніне қайта келді. Ол одан кешегі өтірігін естімегенін сұрады. Ол иә деп жауап берді. Бірақ ол бұл туралы дуэтке де айтты. Кеше оның есту қабілеті нашар болуы мүмкін. Ол мұны оның көзінше қайталауын өтінді. Дуо әлі күнге дейін оны өлтірмедім деп мәлімдейді. Бұл жолы ол оның айтқанын шынымен естіді. Ол есту қабілетінің жақсы екенін растады. Сол кезде ол Духоның бетіне қалай қарау керектігін білмеді. Оған тек бұрылып кету ғана қалды. Осыдан кейін ол дүкенге барды. Ол жерде Духо екеуі соңғы рет бірге кешкі ас ішкен. Бірақ ол өте дәмді болып көрінетін ашаяндарды жегенде ол бұрынғыдай дәмді сезіне алмады. Бірнеше кесе сожудан кейін ол Духоға қайта қоңырау шалды. Неге ашаяндар, сіз соңғы рет ашып алғандай дәмді емес? Духо оның қазір қайда екенін сұрады. Ол жолда келе жатыр. Бірақ ол кенет телефон тұтқасын қойды. Өйткені ол оның бетіне қалай қарайтынын білмеді. Духо оның сезімін түсінді. Сондықтан ол оның үйінен кетуге шешім қабылдады. Ол бұрынғы орнына оралды. Келесі күні ол өтірік детекторына тест тапсырды. Ауруханадағы науқас одан өтірік детекторына тест тапсыруын өтінді. Бірақ ол ауруханаға келгенде бұрынғы жігіті Шихекті көрді. Ол оның асқазан обыры бөліміне бара жатқанын көрді. Ол оның соңынан еріп, бұл туралы кезекші медбикеден сұрады. Ол Хектің кеш тексеріліп жатқанын білді. Ол клиент үшін өтірік детекторын тексеруге барғанына өкінемін. Ол ауруханадан шығып бара жатқанда, оны негізгі кіреберісте қарсы алды. Олар бір-бірімен қысқаша амандасты. Шихюк басқа біреуге қонаққа барғанын айтты. Ри, ол өзінің өтірік айтқанын түсінді және дәрігерге көріну үшін осында екенін растады. Оның сәлемдесіп жатқанын көріп, онымен кешкі ас ішуді ұсынды, бірақ ол бас тартпады. Оны түстен кейін Дуохоның менеджері Диок Чан шақырды. Одан Дуохоның кісі өлтіруге күдікті ретінде кім екенін көрсетпейтіні туралы ақпаратты жарияламау туралы келісімге қол қоюын сұрады. Ол келісімде $10 миллион өтемақы қарастырылғанын білді. Ол Диочанға бұл тармақты алып тастауды бұйырды. Әйтпесе ол келісімге қол қоймайды. Содан кейін ол Докчоннан соңғы бірнеше күнде Дуды көрдіңіз бе деп сұрады. Бірақ ол оған Ду жақын арада Германияға кететінін айтты. Ри кеткеннен кейін Диочан бірден Дуды іздеуге кетті. Ол оған бұрынғы сүйіктісінің ағасы оны қайтадан іздеп жатқанын және анасының конгресске үміткер екенін айтты. Сондықтан ол оның елден біраз уақытқа кетуін қалады. Бірақ Духа бұл туралы Диочанға айтты. Бұл жолы ол ешқайда кетпейді. Ол бәрімен бетпе-бет кездесуге бел буды. Екінші жағынан Рахи мен Шихек мейрамханаға бірге баратын. Біраз сөйлескеннен кейін Рихи ақыры оның ауруханаға дәрігерге баратынын білетінін айтты. Ол онымен бірге болған кезде оның асқазанында қатерлі ісік бар жоғын сұрады. Шихек иә деп жауап берді. Ол оған бұл туралы айтқысы келмеді. Өйткені ол оның ренжіп қалуынан қорықты. Кейінірек оның Шихекке айтқанын бағала. Ол оған өтірік айтқаны үшін онымен ажырасқанын айтты. Содан кейін Шихек одан қайтадан бірге болуын өтінді. Бірақ ол бұл дуэттің бейнесі оның санасында пайда болғанын түсінбеді. Сондықтан Шихек оны пәтеріне қайтарды. Ол оған Дохоға деген сүйіспеншілігін мойындауға кеңес берді. Және егер ол оған қайта оралғысы келсе, мен оны күтетінімді айтты. Ол үйге келгенде, ол Шихекпен әңгімесі туралы ойлана бастады. Ол мұның өтірік екенін естігенін, бірақ себебін айта алмайтынын айтты. Кенет есіне бірдеңе түскендей, ол Дохоны іздеуге кетті. Ол осы аймаққа жеткенде Дохо нөмірін терді. Кенет оның қасына күзетші келіп, көлігінің терезесін қақты. Дохо бұрынғы сүйіктісінің ағасының дауысын таныды. Ол оған оны өлтірмек болған адам екенін айтты. Ол оған одан аулақ болуды бұйырды. Бірақ ол сөзін аяқтамай тұрып түсінбеді. Бірақ ол сөйлемді аяқтамай тұрып, ұялы телефонының заряды таусылып, әңгіме үзілді. Дуа Рихті іздеп үйінен жүгіріп шықты. Ол бұл туралы күзетшіден сұрамақ болған. Ол оны шетке сүйреп апарды. Күзетші бірдеңе дұрыс емес екенін байқап, оның соңынан ерді. Олар бір бұрышқа тығылды. Күзетші оларды іздеп келе жатқанда, кенет басқа күзетші пайда болып, оны шақырып алды. Дуо оған уақыты болған кезде бәрін түсіндіретінін айтты. Бірақ ол оның айтқанына сенгендіктен жоқ деп жауап береді деп күтпеді. Дуо мен оның бұрынғы құрбысы Кенджи мектепті бітіргеннен бері олар оқуға түсе алмағандықтан ажырасуға бел буғаны белгілі болды. Сол университетте Мичиказу демалыста болған сайын
ол Кенжимен бірге болу үшін қайтып келетін. Бірде ол одан мектепке баратын қалаға келіп, онымен бірге тұруын өтінді. Бірақ ол оған жатақханада тұруға ыңғайсыз екенін айтты. Содан кейін ол оған қайта бара алмайтынын айтты. Өйткені ол келесі аптада емтихан тапсырады. Кенжи бұған қатты қуанған жоқ. Ол өткен аптада емтихан тапсырды. Енді сенің емтиханың қалай болды? Жауап алу кезінде Кенжи Мичиказу оған шындықты айтты. Ол емтихандардан басқа маскасын шешкен кезде пышақтап алған адамның Дожо емес екенін түсінгенін айтты. Осы кезде Мичиказу лифттен түсті. Мұны көргенде ол есінен танып қалғандай оған қарай жүгірді. Олардың дәлізде көтерген Шуа Рихиге ескерту жасады. Дохо Риханың үйінің есігін тез жауып тастады. Ол үйге оралғанда полиция шақырған. Ол өзінің бұрынғы жігіті Кан мен Сунды да көмекке шақырды. Содан кейін ол есікті ашып сыртқа қарады. Ол Хен Хоның Духоды тұншықтырып жатқанын түсінді. Ол бірден көмектесу үшін қолшатырын суырып алды. Бірақ ол жерге құлап тобығын созды. Сосын ол Духоны одан лақтырып жіберді. Ол пышақты көтермекші болғанда кенет Камминг пайда болып, оны жеңіп алды. Кензо полиция бөлімшесіне келгенде Камминг Дю мен Рихадан айға қалуға жауапты болды. Бүкіл оқиғаны білгеннен кейін Камминг Рихиді онымен байланысқа шыққаны үшін кінәлаудан басқа амалы қалмады. Ол неге қашып кетті? Ол бұл төтенше жағдай екенін және оған мән бермейтінін айтты. Бірақ Камминг оның сөзін тағы да бөлді. Оған бұрылып, ол сонымен сен қызыңды осылай қорғайсың ба деп сұрады. Ол пышақ саған тек зиян тигізетінін айтты. Дәл қазір бұл пышақ бір адамның дауысын естіп, оны ауруханаға жіберді. Айғақтарды алғаннан кейін Дуэт Рихиді көшеге алып шықты. Ол оған автобусты тоқтатып, үйіне демалуға баруын айтты. Бірақ ол Дуэттен оны ертіп жүруін өтінді. Бірақ оның кесірінен жарақат алған адамға бару үшін ауруханаға баруға тура келді. Бақытымызға орай, ол уақытында қайтыс болған жоқ. Ол аурухана төсегінде жатыр. Енді ғана оянды. Ол одан кешірім сұрауға барды. Ол мұны өзі сұрағанын айтты. Қарсылас композитор оны тергеуге мәжбүр етті. Ол үйінің есігіне келгенде кездейсоқ жарақат алды. Мен екінші тарапқа қауіп төніп тұрғанын көрдім. Ол ауруханадан шығып үйіне қайтпақ болған. Бірақ ол бір топ тілшілердің қоршауында қалады деп күтпеген. Оның өзін тілшілер қоршап алды. Ол кісі өлтірді деген күдіктінің жеке басын жасырып жүргені белгілі болды. Және оның ойын сауық индустриясына қатысы интернетте кеңінен жарияланды. Бұл тілшілер Ду Хиден сұхбат алу үшін осында. Мұнда тілшілер өте көп. Бұл жолы Ду Хи онымен қайта кездесуден қашпауға шешім қабылдады. Ол өзінің шын мәнінде кім екенін мойындады. Бірақ оның өлтіруші екенін жоққа шығарды. Осыдан кейін ол үйіне қайтты. Оның пайдасына куәлік берген адам оның есігіне қайта келді. Ол қаржылық қиындықтарға тап болғанын айтты. Оған көмектесу үшін ол әкесінің тұрмыстық зорлық-зомбылық құпиясын да ашты. Анықталғандай, Мичиказу мен Кенжи кездесіп, онымен қарым-қатынаста болған кезде ол әкесінің шынайы болмысын құпия ұстаған. Бұл ақпаратты білген Дохо кенеттен әкесінің оның өліміне қатысы бар ма деп ойлады. Сондықтан келесі күні Дохо Рихиді тапты. Ол оған туған қаласына оралу керектігін айтты. Ол оның өлімінің себебін анықтау үшін қайтып оралғысы келетінін білді. Сондықтан онымен бірге баруды ұсынды. Бірақ Дуо бас тартты. Ол оған жақында оралатынын айтты. Бірақ Дохо кеткеннен бері Рахи күні бойы жұмысына көңіл бөле алмады. Сондықтан ол екі қызметкерін ақылы демалысқа жіберді. Ол Дохоның туған қаласына барды. Ол Юнжидің өлімінің шын себебін анықтау үшін Дуомен бірге жүруді шешті. Олар жағажайда кездесіп, біраз уақыт ғашық болды. Олар бұрын жұмыс істеген банкке барды. Олар оның отбасы туралы көбірек білгісі келді. Банк менеджері оларды қарсы алды. Ол оларға Кенжидің кедей қыз екенін айтты. Ол банкте жұмыс істеген кезде оған несие берушілер ғана емес, тіпті әкесі де ақша сұрап келген. Ол қайтыс болғаннан кейін оның әкесі де оның атына өмірді сақтандыру үшін банкке келген. Бірақ сол кезде оның денесінің ізі табылмағандықтан әкесі ешқашан ақша алмаған. Бірнеше күн бұрын полиция оның сүйектерін тапқанға дейін оның әкесі банкке қайта келді. Содан кейін ол сақтандыру ақшасын алды. Менеджердің айтуынша, ол сақтандыру ақшасын алған кезде әкесі оны сезінгеніне қатты қуанған. Осыдан кейін Духо мен Рихи шағын дүкенге барды. Олар сол жерден Юнжидің әкесінің екінші рет тұрмысқа шыққан әйелін тапты. Олар одан әкесінің қайда екенін білуге тырысты. Бірақ әйел ештеңе айтпады. Дуо кенеттен есіне сол әйелге соңғы рет келіп, оны үйінің алдындағы қоқыс жәшігінде көргенін есіне алды. Мен сақтандыру компаниясының конвертін көрдім. Сондықтан ол әйелден, сіздің күйеуіңіз сіздің атыңызға сақтандыру полисін берді ме деп сұрады. Әйел ондай нәрсе болмағанын үзілді-кесілді жоққа шығарды. Бірақ ол қылмыс үстінде ұсталды. Дуо бұл туралы әйелге айтты. Сіздің күйеуіңіз қызының өліміне байланысты сақтандыруды жаңа ғана алған. Және ол ақшаны алған кезде күлімсіреп жарқырап тұрды. Енді ол сені де сақтандырады. Мүмкін сен келесі боларсың. Содан кейін бір әйел оларға күйеуі жиі баратын казино туралы айтып берді. Бірақ олар казиноға келгенде кіреберісте екі ондаған күзетшінің тұрғанын көрді. Ішке кіру оңай болған жоқ. Біраз талқылаудан кейін олар шешім қабылдады. Олар табиғи жолмен кірді. Мүмкін күзетшілер оларды тоқтатпайтын шығар. Сондықтан олар көліктен түсіп казиноның кіреберісіне қарай бет алды. Олар енді кірмекші болған кезде оларды екі күзетші тоқтатты. Олардың ойыншы болып көрініп, оларды өткізіп жіберуден басқа амалы қалмады. Бірақ күзетшілер, егер олар клуб мүшесі болмаса, оларды кіргізбейтіндерін айтты. Олар казино есігінде ұрыса бастағанда бүйірден дауыс шықты. Ол оны бұрынғы клиент ретінде таныды. Мен бұл клиенттің де осы казиноның иесі екенін білмедім. Оның танысы бар еді. Олар әрине оның артынан казиноға барды. Өйткені екеуі казиноға жақында ғана кірген. Олар біреудің ұрысып жатқанын түсінді. Мичиказу оны Кенжидің әкесі деп таныды. Ол бірден алға ұмтылып, Кенжидің әкесін жерге құлатты. Содан кейін ол оның мойнынан ұстап, қатты дауыспен, сен оны өлтірдің бе деп сұрады. Ол емес деп жауап берді. Юнжидің әкесі оны мазақ етіп жатқанын көргенде, бастық Блек оны жерден көтеріп алды. Ол одан қызын кім өлтіргенін сұрады. Ол қылмыс орнында соңынан ерген адамды кездестіремін деп ойлаған жоқ. Мичиказу Кенжидің әкесі нұсқап тұрған жаққа қарады. Ол оған алибиге көмектескен Чечон екенін түсінбеді. Чечан қылмыс орнынан қашып,
жол жиегіне қарай бет алды. Ол мотоцикліне отырып кетіп қалды. Дуо үйден жүгіріп шығып, көлігімен оның соңынан ерді. Олар бір-бірін бірнеше блок қуып жүрді. Дуо Чжэ Чанды аллеяда тоқтатты. Ол Чжэ Чанды ұстап алып, одан Ям Чжэ Сукты өлтірдің бе деп сұрады. Чжэ Чан оны өлтірген менмін деп жауап берді. Осы кезде қара бастықтың көлігін айдап келе жатқан Ри шетке шығып кетті. Өкінішке орай, ол кешігіп қалды. Ол Чжэ Чанның мойындауын естімеді. Әйтпесе, ол оның өтірік айтып тұрған жатпағанын анықтай алар еді. Чжэ Чан оны тұтқындауға қанша адам келгенін көрді. Асығыс оны кепілге алды. Ол Ду Хоны көлігінің кілтін беруге мәжбүрледі. Сосын Ду Хоның көлігімен кетіп қалды. Екінші жағынан, полиция бөлімшесіне жақын жерде Рахидің бұрынғы жігіті майлы детективке жақындады. Ол одан Кенжидің өлтірілгені туралы қандай да бір мәлімет алғысы келді. Бірақ семіз детектив оны оқиға орнынан ауыстырғанын айтты. Бірақ келесі күні семіз детектив ауруханадан хабарлама алды. Оның ауруханаға жатқызылған қызы қатты ауырып, шұғыл реанимацияны қажет етті. Дәрігер оған бұған дайын болу керектігін айтты. Осыдан кейін семіз детективтен Ду мырзамен және оның анасымен кездесуді сұрады. Мен Ду мен оның анасы оған жоғарылатуға және ауысуға дайындалуын айтады деп күткен жоқпын. Семіз детектив қызының өмірін сақтап қалуға тырысты. Ол ұлы Даухаға күдіктіден құтылуға көмектесу үшін Дудың анасынан ақша алды. Алайда ол жаңа ғана қызының ауыр халі туралы хабарлама алды. Дуаның анасы оны жоғарылатып, басқа жұмысқа ауыстыруға дайын болды. Семіз детектив қызы кеткеннен кейін бұл туралы алаңдады деп ойлады. Қызы кеткеннен кейін ол тұтқасынан айырылды. Сондықтан ол оны бақылауды жалғастыру үшін оны жоғарылатуға көмектесті. Семіз детектив ашуланып, бұрылып кетіп қалды. Келесі күні семіз детектив телефон соғып келетінін айтты. Ол оған қанға табылған жерден сақина сыйлады. Ол сондай-ақ тілшіге Мичиконың анасымен кездесуінің бейнежазбасын берді. Ол тілшіге Тао мен оның анасына айғақтарды жасыруға көмектескенін мойындады. Керісінше, сақинаны алған соң келді. Сақинаны алғаннан кейін ол келіп, оның Мичико мен Кенжидің тапсырыс бойынша жасаған сақинасы екенін білді. Бірақ бұл сақинаны Дуо Хо кейпіне енген басқа адам жасаған. Және бұл адам олар іздеген адам. Цзы Чан Кан мен Дуоға өзінің ашқан жаңалығы туралы айтқаннан кейін, Дуо Хориханы оған өтірік сынағы жасау үшін жалдауға шешім қабылдады. Хабарламада олардың шетелдікті жіберуді жоспарламаған айтылған. Ал ол тексергісі келген адам Чжэ Чанның ағасы, оның бұрынғы агенттігінің иесі Дао Чан болатын. Дуо Дао Чанды бұрын фортепианода ойнайтын барға шақырды. Ол онымен бетпе-бет сөйлесуді сұрайды. Ре ол шындықты айтып тұрғанын тексеруге көмектесу үшін жасырды. Соңында Ду Хо екі сұрақ қойды. Жауаптардың бәрі өтірік болды. Соңында Ду Хо Докчоннан ағасының қайда екенін сұрады. Докчон екіленіп, Чжэ Чанның полицияға тапсырылғанын айтты. Ол мұның өтірік емес екенін түсінді. Сондықтан ол ақпаратты Хоға дейін жеткізді. Екінші жағынан, Чжэ Чанның өзі полицияға тапсырылып, полиция бөлімшесіне жеткізілді. Оны полиция қызметкерлері жауап алды. Чжэ Чан Кангменге Кенжиді қалай өлтіргенін түсіндірді. Ол өзіне ғашық болғанын мойындап, қателесіп өлтірді. Бірақ Чжэ Чанның бұрынғы айғақтарының жазбаларын тексергеннен кейін, мен Чжэ Чанның Кенжидің киімінен қалай құтылғаны туралы есебін таптым. Чжэ Чанның екі мәлімдемесі бір-бірінен өзгеше болды. Сондықтан мен Чжэ Чанның мойындауында бірдеңе дұрыс емес болу керек деп ойладым. Сондықтан ол сол күні кешке дейін кездесті. Ол оған Чжэ Чанның нағыз өлтіруші болмауы мүмкін деп күдіктенетінін айтты. Ол ертең полиция бөлімшесінде оған жақсылық жасауын өтінді. Келесі күні ол уәде еткендей полиция бөлімшесіне келді. Хан Чжэ Чанмен оңаша кездесуді ұйымдастырды. Ол Чжэ Чанмен кездескенде оған ағасы оны көруге шақырғанын айтты. Ол одан Чжэ Чанға жоспарда қате бар екендігі туралы хабарлама беруін өтінді. Осылайша ол Чжэ Чанның психологиялық қорғанысын бұза алады. Содан кейін ол оны бірдеңе айтуға мәжбүрлеуге тырысады. Ол оған Ду Хуоның айтқанын айтты. Суға құлағаннан кейін ағасы оны бірінші болып құтқармағанын естігенде Чжэ Чан әп-сәтте сынып қалды. Ол оған сақина туралы айтты. Ол қалаған жауабын алған соң Ду Хуоға хабарласу үшін дереу сыртқа шықты. Бірақ телефонға ешкім келмеді. Ол көлігімен кетуге мәжбүр болды. Сондықтан Чжэ Чан оған ағасының кінәні өз мойнына алуын қалай сұрағанын айтып берді. Ол сондай-ақ оған ағасының компанияда кісі өлтіргені туралы әлі де дәлелдері бар екенін айтты. Сондықтан ол кетуге асықты. Ол дәлел табу үшін Чжэ Чанның компаниясына барғысы келеді. Ол Чжэ Чанның төсбелгісін алып Докчонның компаниясына барды. Ол дәлел табу үшін Докчонның кеңсесіне барды. Бірақ ол ерекше ештеңе таппады. Ақырында ол сейфті бұрыштан тауып алды. Сондықтан ол бірден Дуо Хоға телефон соқты. Ол одан Докчонның құпия сөзін білетін-білмейтінін сұрады. Дуо Хо ешқашан Кенжидің нағыз өлтірушісі, оның үлкен ағасы Докчон болуы мүмкін деп ойлаған емес. Ол оған үнемі қамқорлық жасайтын. Өкінішке орай, ол Дио Чанның құпия сөзін білмеді. Бірақ ол үстел үстіндегі кілемшені ашқанда Ду Хо мен Дио Чанның суретін тауып алды. Дио Чан Юн Жиді ұнатпайтыны белгілі болды. Дио Чан кабинетіне қайта кіріп, сейфті ашты, бірақ оның бос екенін көрді. Осы кезде ол қолында қораппен қайта пайда болды. Ол сейфті ашу үшін суреттегі күнді пайдаланды. Ол фотосуреттегі күні көрсетілген сейфтің ішіндегісін алып шықты. Ол кеңседен жүгіріп шықты. Дио Чан оның соңынан ерді, бірақ ол рухтың да осында екенін түсінді. Дио Чан Рихи мен Ду Хо шындықты білген болуы керек екенін түсінді. Ол Ду Хоның алдына шыға алмады. Сондықтан ол асығыс бұрылып қашып кетті. Бірақ оны оқиға орнына келген Каминг тоқтатты. Бірақ Камингтің әріптесі оны полиция бөлімшесіне қайтармақ болған кезде Декчан қашып кетіп, көлікпен кетіп қалды. Олар бірден көлікке отырып, оны қуып жіберді. Алайда сол кезде ол қауіпсіздік белдігін шешіп алған. Ол көзін жұмып, жылдамдығын арттырып, алдындағы бақылау бекетіне қарай беттеді. Олар Докчонға қарай ұмтылды да, оның тыныс алмайтынын түсінді. Асығыс келіп, оған жасанды тыныс алу үшін еңкейіп кетті. Ол өлімнен құтқарылды. Ол Ду Хоға Кенжидің өлтірілгені туралы айтты. Ол оны сол күні барда ұзақ күтті. Оның жағажайға барып, оны іздеуден басқа амалы қалмады. Ол Ду Хомен жаңа ғана ажырасқан Канжиді көремін деп ойлаған жоқ. Дио Чанг оның Ду Хоны қорлағанын қабылдай алмады. Ол оған енді оны мазаламау
алмауға кеңес берді. Дьячан кетпекші болғанда, ол оған ұнайтынын айтты. Сондықтан ол оны тоқтатты. Сосын оны жақын маңдағы орманға апарды. Олар орманда төбелескеннен кейін Дьячан оны өлтірді. Содан кейін ол оны жерге көмді. Сосын оның қанды киімдерін шешіп алды. Киімін өртеп жатқанда, кенет оның өліміне қатысы болуы мүмкін екенін есіне алды. Ол Дьюдің түрмеге жабылуы мүмкін деп қорықты. Сондықтан ол киімдерін өртеп жібермей сақтап қалды. Егер Дьюге шынымен де бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, ол киімін алып, атын өшіру үшін полицияға тапсырар еді. Дьячанның әңгімесін тыңдағаннан кейін, Дохо Дьячанның көзіне қалай қарау керектігін білмеді. Ол тезірек сауығып кетуін тілеп, артына бұрылды. Келесі күні оған өтірік детекторын тексеруге бұйрық берілді. Ол клиенттің соңынан өтірік детекторын тексеру орнына барды. Ол клиент тексеретін адамды күтіп тұрған. Ол өз клиентінің жетістіктерін жоққа шығаруға көптеген себептер келтірді. Ол клиентке шындықты айтып жатқанын айтты. Бірақ ақыры шыдамы таусылып, бұл туралы клиентіне айтты. Ол оған айтқанының бәрі оны кері қайтару үшін өтірік екенін айтты. Ол жол апаты мен жарылыстан кейін дауыстарды тыңдау арқылы өтірікті тану қабілетін жоғалтқан болуы мүмкін екенін түсінді. Ол үйге келгенде бұл туралы Духоға айтты. Ол біреудің өтірік айтып жатқанын немесе өтірік айтпайтынын анықтай алатынын айтты. Енді ол кенеттен бұл қабілетінен айырылып, оған бейімделе алмай қалды. Духо оған бұл жерде ештеңе жоқ деп сендірді. Кем дегенде ол қалыпты өмір сүре алады. Бірақ ол бұл туралы Духоға айтты. Ол оған күнде өтірік айтуын айтты. Осылайша ол өтірікті тану қабілетінің қалпына келетінін біледі. Сол күні Дуо екеуі спектакльге барды. Қойылымнан кейін олар кешкі асқа бірге жиналатын. Бірақ Дуо бірдеңе істеу керек екенін айтып, кешкі астан бас тартты. Бірақ олар үйге келгенде Дуо алдын ала дайындаған тамағын алып шықты. Ол теледидардағы нұсқауларды орындап, оны дайындай бастады. Осыдан кейін Дуо Рейхиден үйіне келуін өтінген хабарлама жіберді. Ол оған шам жағып дайындаған кешкі асты көрсетті. Ол оған өтірікті тану қабілетінен айырылғанын түсінгеннен кейін бұл туралы ойлайтын жалғыз жақсы нәрсе екенін айтты. Олар бірге романтикалық кешкі ас ішті. Олар диванда отырып, бірге кино көретін. Осыдан кейін, менің ойымша, ол кенеттен бұл туралы Духоға айтты. Біреудің өтірік айтқанын естімеу де жақсы тәжірибе болған сияқты. Каминг Рейц пен Духо қарым-қатынастарын растағанын білгенде, ол онымен жеке қоштасты. Өйткені Камингтің онымен дос болуға батылы жетпеді. This is the most pretentious man I've ever met. On the surface, he's giving his wife a massage. But in fact, he is thinking about that kind of thing. The wife seems to know what her husband is thinking. Then she signaled her husband with their secret code. But this time, the husband has a new way of playing. It doesn't look like he took a jewelry box to please his wife. In fact, this guy is full of bad intentions. The poor wife didn't know what was in the jewelry box. Will lead her to a path of no return. You know this necklace is a limited edition. It's true that all women need to be coaxed. This woman is not a vase. She's a reporter and anchor for a famous TV station. But she has a bad habit. She's too obsessive. She doesn't know what's important. The father-in-law in front of me is upset and scolds his daughter-in-law for being a coward. How dare you push my brother into the fire? But she didn't expect her husband to help her dislike her father. I don't want to be friends with that kind of brother. Otherwise, father, you'll be dragged down by that kind of person. In the eyes of outsiders, it's a blessing to be married to such a husband. Although my father didn't say anything, but in his heart, he told them, you've messed with someone you shouldn't have. You know that, mister. Mao's skills are unmatched. Even her daughter is afraid of him. If you accidentally spill tea on him, everyone on the sidelines would break out in a sweat. Sure enough, when the daughter wiped her father's face again, the father said the most cruel words in the gentlest tone. He told her to go to her room and shut herself up for 3 days. But the father didn't realize that his personality had created a strange daughter, and indirectly changed her life. From this moment on, her good life was over. There was a woman looking at her from afar. She was even looking at her with a look that she couldn't understand. Until she went to the restroom. The woman couldn't sit still. So she greeted her and praised her as a good anchor. And Youngwon saw right away that it was actress Chaoni in front of her. The woman said she was a fan, and that she watches his show every Friday. But what she doesn't understand is that this is a police station. Why are you here? On the surface, I'm here to sue the netizens for rumors. I'm being kept by Assemblyman Mao. But I'm here to tell you that I have a boyfriend. We've been dating for a year. We're thinking of getting married. Then she proudly said, my boyfriend is a novelist. Just like your husband. She didn't realize he was trying to remind her. Even when she sees her necklace, she says she has the same taste as my boyfriend. He likes limited edition items. I'm keeping mine at home. I'll take it out tomorrow. Younghoon didn't take it seriously. She didn't even think about her husband's relationship with the actress. After all, she could feel how good he was to her. He even carries her when she's tired. At night, her husband woke up. He realizes that his wife has disappeared from his arms. Suddenly he had a moment of panic. When he saw his wife on the balcony, he breathed a sigh of relief. So he pretended to dress her sweetly. In fact, he wanted to know what his wife was thinking. After all, a weak mind is afraid of being discovered. Learning that his wife was having trouble sleeping again, hubby gently told her to relax. Tomorrow, I'll make an appointment with a psychiatrist for you. Unbeknownst to her, the psychiatrist her husband was talking about was no ordinary person. She's even the one who drove everyone to the brink of extinction. Don't look at her with glasses. But in fact,
She's really bad at heart. But one day she suddenly found out that her husband had gone to the obstetrics and gynecology department. The wife was puzzled, but she didn't expect her husband's explanation to be so unexpected. That day, as a reporter, she received a call from a big star. Yoon Hyo said he'd give her an exclusive story. Her co-workers wondered if she had gotten lucky. Do you know Yoon Hyo well? When she found out that she only met her once in the restroom last month, the co-workers warned her that she wasn't fooling you. Young-hoon was so excited that she left without a second thought. When the star opened the door, the first thing she saw was the necklace around her neck. It looked exactly like hers, but she didn't pay attention to it. She didn't realize that coming here was the worst decision she'd ever made. Strangely, the bookshelves were filled with her husband's books, so she asked if you like reading novels too. I don't like reading novels, but I like the author of this novel. The wife had a bad feeling. Sure enough, the actress started to get into the conversation. I'll tell you how my boyfriend and I fell in love. Listening to the woman say her husband's name, as well as deliberately stimulate her. Your husband bought me the same limited edition necklace as yours, and I also gave your husband a big gift. By this time, Jin-won was already upset, but the actress was adding fuel to the fire. Who can't lay eggs? Even in the face of such truth, she was still calm and disliked the actress's private life as a mess. Some time ago, it was revealed that you've been adopted by Mr. Mao. How come the baby in your belly is my husband's? Though the actress was speechless by what she said, but she knew the actress had no reason to lie to her. When the elevator door closed, she fell to the floor. The next day she kept an eye on her husband. She even tried to find out what she'd been up to all day, and the moment she followed him, she found out that her husband had gone to the obstetrics and gynecology department on the 6th floor of the hospital. But just as she was about to ask him on the spot, she received a call from her superior. She was told to go to the radio station as soon as possible, so she watched her husband enter the maternity ward. But she knew he'd do it again. She knew she'd have to rely on drugs to help her sleep again, so she went to the counseling office to pick up the medic. She went to the 14th floor, and as soon as she entered, she felt very strange. This place doesn't even look like a counseling office. Curiosity drove her to walk slowly, but what she didn't expect, there was a man lying in a pool of blood on the floor. I don't know if it's bold or stupid. She was so curious that she turned him over. In front of her eyes was the actress from yesterday. At this moment, she was already scared out of her wits. She wanted to take out her cell phone and call the police, but suddenly her superiors called her. They told her that she's been chosen to be the host of a primetime program. She must make good use of it. She instinctively took a few pictures. Unbeknownst to her, these photos led her to a major discovery later on. At first, she wanted to take the stairs to get out of here as soon as possible, but when she turned the corner, she suddenly met a nurse. The nurse apologized. She had sent a wrong message, and instead of the 12th floor, she had sent a message to the 14th floor. In order to make it clear that she didn't go to the 14th floor, she lied that the corridor was too dark, so she came straight down. The nurse didn't see anything wrong. When she got back, her husband was uncharacteristically tired. He seemed to have been emptied out of his body. If it was before, she really felt sorry for her husband's hard work. Now, when her husband said he would love you forever, wife finally understood the meaning, but she didn't expose him on the spot. Instead, she spent the night searching for information about someone. She couldn't understand why her husband had such a hobby, but early in the morning, as usual, he regained his energy. She pretended to be calm and asked him good morning, but when she saw her husband cheering her up as if nothing had happened, her anger went to her head. Her husband tried to kiss her, but her wife instinctively got out of the way, so she couldn't help but ask him who he drank with yesterday. Husband hesitated for a moment. He said he drank it alone. The weak-minded husband did not know that his wife already knew about her secret affairs outside the home. When she arrived at the office, she felt uneasy. She saw on the news that Eun-hee, a famous actress, died in the studio last night. She started to panic, because 2 days ago, Eun-hee came to her. She told her that she was pregnant with her husband's child for 3 months. But last night, she accidentally found Eun-hee dead in the studio, so she made the worst decision and left the scene. At night, her husband reflected on the situation. He told his wife that he was wrong. He won't drink next time. The wife saw that she was good at self-reflection, so she took out the ultrasound certificate and asked her husband to explain. Yoon Hyo gave it to me. Let me make you two happy. Don't tell me you don't know her. Husband pretends to be calm. He handed his wife a card. It's a love letter from Yoon Hyo. It says, "The more you avoid me, the more I want you. I fell in love with you at first sight. My husband just wants to get rid of it. She's the one who's been trying to get close to me, to make his wife happy. He